Келесі қарастыратын есеп бізде баскетбол ойыны. Мұнда екі команда болады. Ол 4 кезеңнен тұрады. Жарыс. Екі команда 4 кезеңде жарысады. 4 кезең біткеннен кейін бірінші команда ұтса, бірінші команда ұтты, екінші команда ұтса, екінші команда деп шығару керек. Ал егер екеуі тең түссе, тең деген хабарлама экранға шығару керек. Бұл жерде қарайтын болсақ, 26 деген бірінші команданың нәтижесі, ал 17 деген екінші команданың нәтижесі. Демек, екі команданың бірінші кезеңдегі нәтижелері бір жолға жазылады. Осыны ескереміз. Және екінші кезең келесі жолға жазылады. Үшінші кезең келесі жолға. Дәл осылай 4 кезең өтеді. Енді осыны ескеріп біз код жазатын болсақ, мына жерде А және В командалары деп аламыз. Және оның командалар 4 кезеңде жарысады. Сондықтан мен мына жерде 4 кезең, екі команда үшін 4 кезеңді көшіріп аламын және орналастырамын. Енді бір қатарға енгізетін осылай код жазып алдық. Осы кодты көшіріп 4 кезеңге қайтадан қойдық. Яғни, енді әр кезең бойынша жалпы қанша балл жинады. Соны бірінші анықтап алайық. Ол үшін өзара қосып шығамыз. Екінші команда үшін де дәл солай жасаймыз. Өзара қосып шығамыз. 4 кезеңнің балы бойынша. Енді біз қосып алдық барлық балын. Енді қосындысын тапқаннан кейін А мен В-ны өзара салыстыра аламыз. Егер шарт жасайық, егер А үлкен В-дан болса, онда бізде экранға шығару керек. Яғни бізде А деген бірінші команда ғой. А деген бірінші команда. Олай болса бізге экранға бірінші команда деген хабарлама шығу керек. Ал егер бұл шарт орындалмаса, ол кезде біз elif деген қызмет жүйесін пайдаланамыз. Яғни, бұл шарт орындалмаса дегенде, бұл яғни А кіші В-дан болса, онда бізде принтке екінші команда деген хабарлама шығу керек. Ал егер бұл екі шартта орындалмаса, яғни ол кезде else деген қызмет сөзін жазамыз. Онда бізге экранға тең деген хабарлама шығу керек. Тең. Енді орындап көрейік. Кітап нәтижесі бойынша енгізіп көрейік. Бірінші 17, 13, 15, 19, 11, 14, 16. Бізде бірінші команда жеңімпаз болды. Енді екінші команда шығатын нәтижені көрейік. Ол үшін бізде мына жерде екінші команданың нәтижелерін сәл көптеу қылып қояйын кітаптағыдан. Бізде бірінші команда деп тұр әлі. Әлі де көптеу қылайын.
Енді екінші команданың нәтижесі көп болған кезде екінші команда деген хабарлама шығатын. Жазайық. Мысалы 60 деп. Екінші команданыкін көбейтіп қояйын. 110 деп. Енді көрейік. Бізде екінші команда деген хабарлама шықты. Енді егер екі команданың нәтижесі тең болған жағдайда деген нәтиже шығу керек бізге. Ол үшін, мысалы, екі команданың нәтижелерін тең қылып қояйын. Мысалы, 2-де 2 ұпай, 8-де 8 ұпай, келесі 4-де 5 ұпай, келесі 5-де 4 ұпай қылып қояйын. Бізде тең деген хабарлама шықты. Осымен баскетбол ойыны тапсырмасының нәтижесін алдық.